Гипертонус дегеніміз не? Гипертонус дегеніміз баланың бұлшық етінің кернеуі шамадан тыс кернеуі, яғни тырысып қатып қалуы. Қатты болып жиналып қалған мышцаны гипертонус дейміз, яғни баланың қимыл қозғалысын шектейді. Қазір мен гипертонус жайында ақпараттар беретін боламын. Егер алдағы уақытта әртүрлі баланың дамуына, показанияларына жеке-жеке тоқталып өтетін боламын. Менің парақшамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Гипертонус қайдан пайда болады? Гипертонус жатыр ішінде гипоксия болуы мүмкін балада. Сол кезде пайда болады. Босану кезіндегі стресс, шамадан тыс жүйке жүйесінің жетілмеуі және баланы қатты құндақтап тастау. Баланы үнемі құндақтап тастаған кезде де бала емін-еркін қимыл қозғалыста болмайды. Сол себепті тонусы одан жоғары болып кетеді. Оны не істей аламыз? Белгілері қандай? Белгілері сіздің балаңыз жұдырықтарын үнемі қатты жұмып ашпайды. Ары-бері қимыл қозғалысы шектеулі болады. Бала ұйқысыз, мазасызданады. Балаға сәл аяқ қолын ұстаған кезде де бала мазасызданып, массажды жақтырмай жылайтын болады. Бұл кезде балада гипертонус деген сөз. Гипертонусты қалай кетіреміз? Гипертонусты кетірген кезде біз массаж деп назначить етсе, массаж деп бас салып, оң-солды уқалай береміз. Олай жасауға болмайды. Яғни біз гипертонус кезінде тырысып тұрған денені қатты сықласақ, одан сайын тырыстырып аламыз. Сол себепті қатты емес, жай сипалап уқалау арқылы баланың денесін расслабить етеміз. Дене расслабить еткен кезде мышцалардың барлығы, яғни бұлшық еттердің бәрі өздігінен еркінсейді, жайылады. Бізге сол процесті келтіру керек. Сол үшін біз қатты сықласақ, одан сайын қатырып аламыз. Сол себепті жаймен сықлап, уқалап отырып массаж жасаймыз. Баланың мышцаларына ғана массаж жасаймыз. Алдыңғы жағына, одан кейін артқа қарай жатқыздырып алып, артқы жақтарынан да уқалап массаж жасайтын боламыз. Егер балаңызда қатты гипертонус болатын болса, ол бір массаждан кетпеуі мүмкін. Одан қорықпай-ақ қойыңыз. 1-2 массажда міндетті түрде балаңыздың денесі өзінің қалпына келетін болады. Егер гипертонус кезінде сіз мән бермей уақыт созып жүріп алатын болсаңыз, не болуы мүмкін? Балаңыз өзінің дамуынан кешігеді, яғни баланың қимыл қозғалысы шектеледі. Баланың денесі тырысып тұрған кезде бала ары-бері қимылдауға ыңғайсыз. Яғни сіз өзіңіз де үйде жұмыс жасаған кезде емін-еркін қимылдау үшін үстіңізге ыңғайлы киім киіп аласыз. Ал сіз денеңізге тырыстырып алып, тырысқан киім киіп алып, қимылдап көріңізші, үй жинап көріңізші. Қимылдай алмайсыз, еңкейіп бір затты алуыңыз да қиын болып қалады. Сол себепті тура сондай баланың да денесі қатты тонуста болған кезде, тырысып тұрған кезде бала емін-еркін ары-бері қозғала алмайды. Баланың қозғалысы шектеледі. Баланың еңбектеуі, отыруы, аунауы барлығы шектеуде болады. Яғни осының бәрі тонусқа байланысты. Егер сіз қалыпты 90%-да бұның шешімі массаж, ЛФК жаттығулары негізі 90%-да. Егер осының бәрін дер кезінде орындайтын болсаңыз, балаңыз уақытысында аунайды, уақытысында өз еркімен аунайтын болады, өз еркімен еңбектей бастайды. Яғни баланың моторикасы, қимыл қозғалысы барлығы өзінің жасына сай болады. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.